баланы не толғандырады? Ол ата-анасын күтіп тұрады. Есікті ашқан кезде осы кісілерден мүмкін менің анам келіп қалар, мүмкін менің әкем келіп қалар деген сияқты. Сіз олармен жүздесесіз және оларды қазақы ертегімен тәрбиелейсіз. Қазақтың халық ертегілерінен гөрі қазіргі қоғаммен байланысты ертегіні шапшаң қабылдайды екен. Инені өзіңе тық, ауырмаса досыңа тық дейді ғой мысалы. Армысыздар, жақсылықты жарқыратып волонтерлық подкастының кезекті шығарылымы. Бұл жоба Атырау облыстық ішкі саясат басқармасы азаматтық орталығы коммуналды мемлекеттік мекемесінің демеу конкурсының нәтижесінде көрерменге жол тартып отыр. Әрбір қоғамға пайдам тисін деп жүрген волонтердің артында көптеген еңбек жатыр. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы дәл осы қоғамды қазақы тәрбиелеу бағытында теңдессіз еңбек етіп жүрген тұлға. Қазақстан Республикасының үздік педагогы, Ыбырай Алтынсарин төс белгісінің иегері, одан бөлек күміс волонтер, өзінің волонтерлік қызметін автоволонтер болып бастаған біздің студиямыздың бүгінгі қонағы Армангүл ханым. Бүгінгі таңда Атырау облыстық балаларды уақытша бейімдеу орталығының волонтерсіз. Армангүл Халенқызы, бүгінгі біздің студиямызға қош келдіңіз. Жаңа сөз басында айтып қалдық, сіз күні бүгінде Атырау облыстық балаларды уақытша бейімдеу орталығы. Одан бөлек басқа да бірқатар орталықтарда волонтер ретінде, ерікті ретінде қоғамды, ұлтты тәрбиелеуге өзіндік үлесіңізді қосып жүрсіз. Волонтерсіз, күміс волонтерсіз. Қазіргі таңда қандай қызметтер атқарып жүрсіз? Әңгімеміздің әлқиссасын осыдан бастасақ. Қош келдіңіз студияға. Қайырлы күн, қош көрдік. Бүгінгі керемет жоба оңынан болсын. Шақырғандарыңыз үшін қонақ етіп көп-көп рахмет айтам. Жалпы волонтерлық еріктілік деген, ерікті түрде қоғамға бір кішкене болса да пайдам тисе екен, бір үлесім тисе екен, осы қоғамның бір мүшесі ретінде өзіндік бір үлесім болса екен деген оймен келген, сондай ниетпен келген жұмыс деп есептеймін. Және осы орталықтың, гражданский орталықтың жанынан күміс волонтерлық ашылып, 35 жастан жоғары ниеттес тұлғалардың жиналған орталығы екен. Сол орталықтың мүшесі ретінде ол жерде бізге бірнеше бағытта, әртүрлі бағытта жұмыстар ұсынады, жобалар ұсынады, талқыланады. Ол жобалардың пайдасы да болады, ол жобалардың қысқа ғана ғұмыры да болады деген сияқты. Әжемнің әңгімесі деген бір жобаны алып қарасақ, сондай қаламыздағы, облысымыздағы сондай орталықтарға барып әже болып ертегі айтып қарасақ, ертегі арқылы мына отбасыларында қиыншылық көріп жатырған, мысалы біздің облысымыздағы уақытша бейімдеу орталығында тәрбиеленіп жатырған жасөспірімдер, балалар, яғни олардың ата-аналары әзірге мені күтіп жатқан кезде шартты түрде бір тырнақшаның ішінде үкім деп алайықшы, соны күтіп жатқан кезге дейінгі уақытта ол балалардың оқудан қол үзбеуі, тәрбиеден қол үзбеуі, ортадан қол үзбеуіне кішкене болса да волонтер ретінде, ерікті ретінде өз үлесімізді қосайық деген бағытта туындаған жоба. Осы жобаға Армангүл ханым, сіз әжемнің ертегісі болып, әже болып, айналаңызға кішкентай балаларды жинап қойып, ертегі айтсаңыз қалай болады? Осы жолы аптасына бір рет барып, осы жолы мынадай тақырыпта ертегі айтсаңыз деген сияқты бір басында идея тасталды. Бұл қарапайым ғана нәрсе көрінгенмен, әрине бұл енді ұлттық киім киіп барып, кимешекпен барып, қазір енді жоғалып бара жатқан, тек қана наурыз тойларында, бір арнаулы салтанатты жиындарда ғана көрінетін ұлттық киімді киіп барып, балалардың алдына барып, айтқан ертегінің орны, құндылығы бір бөлек екен. Бұл ертегі арқылы, мысалы, әрбір тақырып бойынша айтылған ертегі арқылы балалар ол жерде тыңдайды. Әрине кейбір балалар орыс тілді, тілдері шығып келе жатқан орыс тілді, бірақ ұғымы қазақ тілді, ортасы қазақ тілді, ортадағы балалар бар. Ертегін айтып болғаннан кейін құр ғана тыңдап қоймайды, оны талдаймыз да. Бүгінгі ертегіде сіз қандай кейіпкермен таныстыңыз деген кезде оқушылар, балаларымыз, тәрбиеленушілеріміз өздерінің ойын айтқан кезде бар ғой, мүлдем ересек адам ойламайтын, қиялға берілсе де қазіргі таңда болып жатырған кейбір
түрткілді мәселелерді қозғап қалған кезде әттеген-ай деген тұстары да кездесіп қалып жатады. Бала тілмен, балалық көңілмен, балалық қиялмен жеткізсе де сондай нәрселер болып жатады. Ойнап отырып, ойлап отырып та әңгімеге қосылып жатады ертегі талдауға. Бірақ келесі болатын ертегінің тақырыбын, келесі болатын ертегінің мазмұнын өздері айтып беріп жатады. Келесіде мынандай нәрсе айтайықшы деген сияқты. Яғни әжемнің ертегісіндегі түрткілді мәселе бұл балаларымызды отбасы құндылығына және ұлттық құндылыққа, рухани, ұлттық код дейміз ғой, соның рухани құндылыққа баулуда әсері өте зор. Біздің Мағжан Жұмабаев айтады ғой өзінің педагогикасында, бала ертегіні жан тәнімен тыңдайды дейді, және ол сол ертегінің ішіне беріле қаралады дейді. Сол арқылы тек қана банағы біздің облысымыздағы бейімдеу орталықтары емес, сонымен қатар дағдарыс орталығы қазіргі таңдамына қазіргі заманғы шығып жатырған мәселелерге сәйкес туындап жатырған орталықтар ғой. Аналар үйіндегі балалардың да осындай ертегіге деген біздің ауыз әдебиетіміздің үлгілерінің кішкене тәрбие мәселесіне үлес қосуға ниеттеніп, осы арқылы өзімнің кішкене болса да көмегімнің тиіп жатқанына өзім риза боламын. Өйткені ұстаз болып, ол мемлекеттің жұмысын жасау, тиімді жұмыс жасау бір басқа да, жоспарлы түрде жұмыс жасау бір басқа да, ал мынау ерікті түрде, енді сіз ерікті волонтер болғасын, сіздің белгілі бір сағатыңыз болмайды, белгілі бір алатын қаржыңыз неңіз болмайды деген сияқты, бірақ уақытыңызды өзіңіз білесіз. Бірақ сол кезде де, сол бір нәрседе керісінше сонда бір қалықтап ұшып дейді ғой, бағанағы жаңашылдықты, ізденуді, жасампаздықты, бір жетпей тұрған тұстарын, енді одан қоғам түгелімен өзгеріп кетпес, бірақ та қоғамның бір мүшесі, енді ғана өсіп келе жатқан жас өскіннің кішкене болса да өзгеруіне, кішкене болса да адам болып қалыптасуына үлесімізді қосу, соған үлес етіп жатқаныма, үлес қосып жатқаныма өзім ризамын. Жаңағы бейімдеу орталығы, өзіңіз айтып кеткен Атыраудағы бейімдеу орталығы. Бұл жерге бейімдеу орталығында жас көлемі қаншадан бастап келеді балалар? Менің түсінуім бойынша ата-анасынан ажырасып жатқан балалар, яғни әке мен анасы екі жаққа кетіп жатыр, сол ортада бала қалып жатыр, ол баланы келесі бір деңгейге шығарғанға дейінгі сол екі ортада бейімдеу орталығы. Ол жерде шамамен 6 айдай болады, содан кейін жаңа балалар үйіне, немесе басқа жаққа, немесе ағайындарына деген сияқты тағдыры шешіледі. Тағдыры шешіледі. Сол 6 ай аралықта сіз олармен жүздесесіз, және оларды қазақы ертегімен тәрбиелейсіз. Яғни мынау бір отбасылық қиын жағдайда тұрған балаларға сіз қазақы рухани тәрбие бересіз ғой сол жерде. Солай ма? Ол жердегі жас көлемдері қандай балалардың көбінесе? Ол кезде жас көлемдері мектеп жасына дейінгі балалар да бар. Яғни негізі мектеп жасындағы балалар көбіне менің кездестіріп жүргенім, енді бірақ жалғыз өзім ғана барып, өзім ғана осыны жасап жатырмын деп айтудан аулақпын. Өйткені күміс волонтер мүшелері, мысалы қасымда үнемі жүретін керемет жақсы апайларым бар, әпкелерім бар, сіңлілерім бар деген сияқты. Олар да өздерінің бағыттары бойынша жұмыс жасайды. Мысалы Айгүл ханым ол ұйыммен тұрақты жұмыс жасайды. Өйткені ол жерде қазіргі таңда біздегі тағы бір проблема оқырман отбасын шығару, оқырман ел болып кітап оқу деген мәселені қозғап жатырмыз ғой қазір. Яғни бір саласы кітап оқу болса, ал менің бана әжем әңгімесіндегі жобасында оқу емес, керісінше тыңдау арқылы. Сол жастағы балалар тыңдайды ғой сізді? Тыңдайды. Күтеді сізді? Аптасына бір рет барасыз ба? Жоқ, оларға өздерінің ішкі шектеулері бар. Өйткені ол сондай ұйым ғой. Ол жердегі балаларға қатты көп бейімделіп кетуге, қатты көп бауыр басып кетуге болмайды. Өйткені олар ол жерде тұрақталып қалатын балалар емес. Олар белгілі бір уақыттан кейін не болмаса үлкен отбасыға оралады, не болмаса тағы басқадай деген сияқты да. Енді осы жерде осы аралықты пайдаланып қалу. Баланың кішкене қазір ата-анасынан оқшау кезінде, бауырларынан оқшау кезінде болған кезде оларға тек қана ертегі айтып қана қоймай, кітап оқу, сурет салу, өзіндік ой пікірін айту, қазақы құндылықтарды жеткізе білу, қарапайым еркін әңгіме айту отыру арқылы да, еркін сұхбат арқылы да олардың бойында бір тәттілер беріп отырып, тәтті шай деген бар, мысалы, тәттілер беріп отырып та олармен сұхбаттасу. Керек десеңіз, олар бізді кейде мысалы бір күні барған жағдайда олар тыңдамайды, тыңдата біледі бізді. Қалай? Мен кеше ән үйрендім, мен кеше би үйрендім, мені қараңызшы, мен қазір билеймін деп кәдімгі видео нелерін қосып қойып, көрсетілімдерін қосып қойып, керемет жақсы билегенде бір жағынан
ойланып та қаласың, ойға да шомасың, бір жағынан әйтеуір керемет жақсы адам өтіп келе жатыр ғой деп неде ұялайды да, бір жақсы сезімде ұялайды. Мына бейімдеу орталығында өзіңіз айттыңыз, оқушы балалар көбіне міне әке мен ана екі жаққа болып жатқан кезде немесе әртүрлі жағдайлар болып жатады ол жерде. Баланы не толғандырады? Енді сіз олармен етене жақынсыз ғой, ертегі айтасыз, тыңдайсыз, жаңа айтқандай тәтті беріп отырып тыңдайсың, өзің бір ақылыңды айтып қаласың. Оның барлығы қоғамға қызмет қой, сен ұлт тәрбиелеп жатырсыз ғой. Қандай нәрсе оларды толғандырады? Қандай нәрсе толғандырады болғанда, ол балалармен айтып тұрмын ғой, сабақтан, оқу процесінен қол үзбеу мақсатында арнайы оларға бөлінген мұғалімдер келіп сабақтарын оқытады. Ол оқу процесіне бөлек маман жұмылдырылады. Олармен психологтар, бала психологы, сол жас ерекшелікке сәйкес психолог бөлек жұмыс жасайды. Біздің мақсатымыз тек қандай ғана қызметіміз бар, сол қызметті ғана атқарып кету. Өйткені қараңызшы, күнде олар ата-ананы көрген, олар күнде ғана ата-ананы көріп өскен, бауырын ғана көріп өскен балаға бір күнде таныс емес, сабақ бермеген таныс емес бір мұғалім келіп сабақ беріп кетеді, бір психолог келіп онымен жұмыс жасап кетеді. Кішкенеден кейін ол мекеменің тәрбиешілері бар, одан кейін мен келетін болса, менен кейін тағы бір ерікті келетін болса, оның барлығы балаға ауыр салмақ болып кетеді. Сондықтан психологиялық тағы кішкене одан сайын күйзеліс болып кетеді. Не толғандырады дегенде, енді мен қатты көп қызығушылық естеткен жоқпын. Өйткені баланың көзінен, жанарынан, сөйлеген сөзінен білініп тұрады. Ол неше жастағы бала болса да, 8-ші класс оқысын, 7-ші класс оқысын, 7 жастағы бала болсын, бәрібір оның тренингтер ұйымдастырамыз ғой, ойындар ұйымдастырған кезде де болсын, көңілді болып тұра берсін, бәрібір оның көз жанарынан, сөйлеген сөзінің мәнерінен, салмағынан ол ата-анасын күтіп тұрады. Есікті ашқан кезде осы кісілерден кейін мүмкін менің анам келіп қалар, мүмкін менің әкем келіп қалар деген сияқты. Бірақ қатты көп ондай қызығушылық менде көп туындаған жоқ, себебі ең бастысы мен беремін деп менің мақсатым бүгінгі айтатын ертегімді беру. Сол ертегі бойынша маған тек олардың сөйлегені қызық, талдағаны қызық, және олар сұрақ қойып отырады. Мысалы алдында қай бір орталыққа барған кезде бауырсақ ертегісін апара салдым, жеңіл ғой деп. Өйткені бірінші рет барып тұрмын, ортамен бірінші рет танысып тұрмын, неше балаң бар екенін білмеймін ғой. Дедім бе, бауырсақ пісірдім бе, бауырсақ ертегісін апара салдым. Менің ойымда мынадай нәрсе болды. Бауырсақ ертегісін білмейтін бала бола ма? Қазір менімен қосылып барлығы бірде айтып отырады деген ұғым болды. Менде ол нәрсе күтілген жоқ та. Керісінше сол бауырсақ ертегісін өзім талдап, өзім сөйлеп, өзім айтуға тура келді. Бірақ мен оған ренжімеуім керекпін ғой. Неге олар маған айтпайды, қарапайым, ені білмейді, неге сөйлемейді деген сияқты. Өйткені мен олар үшін мүлдем бөтен, таныс емес адаммын. Сосын кейін бауырсақ таратып бердім. Сіздерге ысылай бауырсақ алып келіп едім, жеуге бола ма екен деп бердім. Бір мезгілде ананы қайтадан талдадық қой ертегіні. Демек бұл жерде олармен неге түсу, қалай дейді, байланысқа түсу, контакты дейді ғой, байланысқа түсу, бұл жерде бір уақыт керек болған шығар деп ойлаймын кішкене. Сосын мен бір мезгілде бауырсақ ертегісін ютубтан көрсеттік сол жерде. Сол кезде сол күні нан туралы, нанның қадірі туралы, нанның қоқымын шашпау туралы уже тыйым сөздер, солар іске асты ары қарай. Басында ойбай-ай деп қалған нәрсе соңында мәс саған деген әдемі нәрсемен аяқталды деп ойлаймын да. Енді бұл жерде айтқым келетіні, әргіменде өзіндік ұраны, өзіндік ұстанымы, өзіндік несі бар ғой, дегенмен де өзім сияқты орта жастағы, әсіресе орта жастағы деп бастайыншы, орта жастағы тәжірибелі ұстаздар, аға буын өкілдер, мысалы қазір зейнеткерлік жасқа шыққан, немесе шоуға дайындалып жатырған ұстаздарға, өзім әріптестеріме айтқым келеді, біздің қоғамда қазір осындай балалар біздің демеуімізді, бір жылы сөзімізді, бір ғана нәрсемізді күтіп отырған орталықтар көп. Тек оған барудың, кез келген адамды кіргізе бермейді ондай жерге. Ондайға барудың жолдарын, бағыттарын біліп, заңды түрде, сосын бір нәрсені бастап, болды енді қызығы осымен аяқталды деп тастап та кетпей, мүмкін ол сол жерден басқа бір жұмысқа ауысар. Демалыстың бір түрі бір жұмыстан екінші жұмысқа ауысу дейді ғой Жүсіпбек Аймауытов. Сол сияқты мүмкін басқа жұмысқа ауысар деген сияқты ой не білдіргім келеді, оқырманға ой тастағым келеді, көрерменге ой тастағым келеді. Өйткені енді мен болдым, толдым деп отырған жоқпын, орта буын өкілімін. Немен бірге өзімнің мемлекеттік қызметім, өзімнің күнделікті қызметіммен бірге деп айтайыншы, күнделікті қызметіммен бірге тағы да қандай бірақ қызмет түрін,
ненің еріктілердің түрі мысалы бірнеше салаға бөлінеді. Денсаулық саласы бар, спорт саласы да. Бірнеше сол саланың қайсысы сізге тиімді, қайсысы бізге ыңғайлы, соған байланысты алып жүре беруге болады деп ойлаймын. Қасымызға достарымызды алуға, керек десеңіз отбасымызды көмекке алуға, балаларымызды көмекке алуға, бұндай қайырымдылық істе, жақсылық істе, әсіресе еріктілердің ісінде жас талғамайды. Жас ерекшелік, қызығушылық, танымдылық талғамайды деп есептеймін. Өзім ойым енді жеке. Жаңағы мына сіздің айтып отқан әңгімелеріңіздің өте салмағы бар. Шынымен де бір ауыз ертегі, бірақ ол баланың бойындағы қиялын, ой өрісін анық нақты жеткізуге, баланы сөйлеуге тәрбиелейтін бірден бір іс. Және сіз осының барлығын қоғамға қызмет ретінде тегін. Волонтер дегеннің өзі ақысыз адал қызмет ету ғой қоғам тәрбиелеуге. Жалпы сіз жаңағы мына бейімдеу орталығынан бөлек ресурстық орталықта, басқа да көптеген орталықтарда, дағдарыс орталықтарында жұмсайсыз. Ол жердің барлығында бала ма, әлде үлкендермен жұмыс жасайсыз ба? Енді дағдарыс орталығына бірінші рет барған кезде банағы орталық мүшелерімен бірге барамыз ғой. Солардың ұйымдастыруымен, солардың ұйымдастырған үлкен шараларының негізінде барамын. Сол кезде барғанда әрине бала тұрғасын, әсіресе мына дағдарыс орталығында бала тұрғасын, баланың артында ана тұрады. Көбіне ана бар екен. Енді жас аналар, кішкене не қынжылтатыны жас аналар көп екен. Енді ертегі айтып отырған кезде қасында аналары бірге тыңдап отырады. Сұрақ қойып отырам да, ойын түрінде болса да аналарға да сұрақ қоямын. Олардың ой өрісін білгім келеді. Өйткені мына Ыбырай Алтынсарин алғаш рет Қазақ даласында мектеп ашқан кезде қуанды ғой. Мен далама сауаттылықты алып келдім деп. Бірақ кішкенеден кейін мынаны түсінді ғой. Қыз балалар оқу керек, қазақ қыз оқу керек. Ана оқыған, ана білімді болған жерде ұлт білімді болады, ұрпақ білімді болады. Қазақта да сөз бар ғой, анасына қарап қызын ал деп. Бұл жерде білімді ма деген сөзді білдіріп тұр ғой, білікті ма, ортаға икемді ма дегенді білдіріп тұр ғой, үлкен мағына жатыр. Сондықтан қазіргі таңда мына орталықтардағы кездесетін аналардың тыңдайтыны, тыңдай білетіні. Мысалы жақында отбасы күніне арналған біздің этнопаркте үлкен шара өтті, осы гражданский орталықтың ұйымдастыруымен. Сол кезде кәдімгі қоғамның белсенді ардагерлер кеңесінің төрағалары, мүшелері келіп, сол аналар үйінің балаларын тұсауын кесті да. Бесікке салды кішкентайларды. Мысалы қараңызшы, қандай бақытты үлкен қоғам белсенділер, үлкендері болашаққа енді ғана қадам басып жатқан, тәй-тәй басып жатқан балалардың тұсауын кесті. Сол жерде мен де бана әжемнің әңгімесін айтып жатырмын да, үлкен кісі. Андай салмақты үлкен қоғам қайраткерлерінің ортасында отырып, бұрын балалармен ғана ертегі айтатын адамға орта өзгеріп кетті ғой, енді өзіңіз қараңыз, алып келген ертегімнің мағынасы қалай болар екен деген сияқты. Бірақ мен байқаймын осы күні қазақтың халық ертегілерінен гөрі қазіргі таңдағы жас аналар да, балалар да қазіргі қоғаммен байланысты ертегіні күнделікті өмірде еститін. Дәурен мен Айгүл болыпты, Дәурен ағасы Айгүлді жұмсапты деген ертегіні шапшаң қабылдайды екен. Банағы атасы әжесін жұмсаған екен, биткен екен дегеннен көрі, ауыз әдебиетіндегі үлгіден көрі. Енді не болғанда да ертегі тыңдалады. Ересек болсақ та өзімізге біреу ертегі айтатын болса, тыңдап, соңыны не болар екен, оқиғаның соңы немен аяқталар екен деп тыңдап отырамыз ғой. Сол сияқты демек бұл жерде бана өзіңіз айтқандай аналарды да тыңдату, тыңдай біліп тұр. Өте жақсы тыңдайды. Сіз тағы келесіз бе дейді, мына киімді арнайы тіктіңіз бе дейді, күнде осылай жүресіз бе дейді. Бұның барлығы бар ғой. Ертегіден бөлек сұрақ болса да, ертегіге қатысты бар ғой. Енді түрік тілдерінің ішінде барлық тілде ертегі ауыз әдебиеті бар. Соның ішінде өзіміздің төл қазақ тілімізде, кәдімгі қазақ ұлтымызда, өз мемлекетімізде осындай үлкен жұмыстардың жүргізіліп жатырғаны жан қуантады. Әрине ол тәрбие туралы әңгіме қозғағанда жалпы тәрбие үздіксіз процесс. Аяқталмайды, оның ауқымы көп ауқымы. Қазір жан түршігерлік әртүрлі жағдайларды естіп жатқанда, әр жас өкілдерінен шығып жатырған ер адам болсын, әйел адам болсын, қыз бала болсын, мектеп оқушысы болсын, әртүрлі жан түршігерлік тәрбиеге байланысты әңгімелерді естіп жатқан кезде тоқтамау керек сияқтымыз, керісінше айта беруіміз керек, барынша қолдау білдіре беруіміз керек. Тәрбиені қалай тәрбиелейміз? Біз өзіміздің киім киісімізден, жүріс-тұрысымыздан, ұстаған құралдарымыздан, халыққа берер, қасымыздағы досымызға берер ең кішісі сөзімізден,
барлық нәрселер тоқтамау керек деп ойлаймын. Сонда тәрбие де тоқтамайды. Ол өмір қарбалас, замана көшіне ілескен сайын тәрбие де сонымен бірге замана көшіне ілеседі ғой. Қолымыздан келгенше айта беру керек. Айта беру керекпіз. Тыңдайды, тыңдамайды. Тыңдар құлақ болады, естір құлақ болады. Абай айтқанда естір құлақ болады. Бірақ біз айтудан, көрсетуден, үйретуден барынша жалықпау керекпіз деп ойлаймын. Кемшіліксіз адам жоқ. Бәріміз де сол қасымыздағы ортадан, қоғамнан үйренеміз, содан кемшілігімізді жоямыз деген сияқты. Біз енді әңгімені бірден осы волонтерлықтан бастадық, осы жақтағы балалармен, әжемнің ертегісімен бастап кеттік қой. Жалпы сұхбат басталғаннан бастап бірден әжемнің ертегісі қалай болып жатыр, орталықта балдар қалай қабылдап жатыр, бірден сол тақырыпқа ауысып кеттік. Жалпы өзіңіз ең бірінші волонтерлық деген сала қашаннан бастап келдіңіз? Неден бастадыңыз? Сіздің волонтерлық жолыңыз қайдан басталды? Жалпы бар ғой, мына волонтерлық, еріктілер. Негізі біздің президентіміз, елбасымыз бір жылы кәдімгі арнайы волонтерлар жылы деп тағайындады ғой, негізі. Содан кейін волонтерлық қызметтің бір трендке, бір үлкен бір неге қоғамдық ауқымға айнала бастады, жалпы бар ғой, қазақ халқында сіз, біз, үлкен буын, орта буында біз үйде үлкендерге айтқан тыңдау, үй шаруасына көмектесу, көршіге көмектесу, қасымдағы парталас досыма көмектесу, қол көмегін беру дегеннің барлығы солна еріктіліктің, волонтерлықтың алғашқы қадамдары деп есептейміз. Ешқандай ақысыз, бағанағы ешқандай ненің көмегінсіз, қайтарымды көмек етпен, риясыз шын ниетпен жасалатын жақсылықтардың бәрі осыдан бастау болады деп есептеймін. Оны біле тұра, көре тұра, тани тұра, оны жетілдіру керек деп ойлаймын. Одан сайын ауқымын көбейту. Қазір көршіме көмектессем, бүгін еліме көмектесем. Бүгін еліме көмектессем, қоғамға көмектесем. Қоғамға көмектессем, тағы бір қоғамның бір мүшесіне айналам деген сияқты волонтерлықтың саласын кеңейту керек деп ойлаймын. Енді есейе келе ұстаздық қызметке араласқаннан кейін, әсіресе білім алушыларға сабақ беріп жүріп, мен мынандай кино қарағанмын, «Заплати другому» деген шетелдік кино, орысша аудармасы бар. Сол киноны бір қарадым, сосын екінші рет қызығып қайта қарадым, және оның кейбір үзінділерін қиып алып, өзімнің сабағыма пайдаланғым келді. Өйткені мейірімділік, жақсылық жасауда таласпайық деген өзін-өзі тану сабағында сондай бір тақырып болды. Соған алып баруым керек болды. Дәл түсті бұл киноның мазмұны. Ол киноны қарағаннан кейін өзім сондай қатты қызықтым. «Заплати другому» кішкентай ғана 5-ші сыныптың оқушысы, шатаспасам аты Тейшін, керемет жақсылық жасайды. Әдемі ол көмектеседі, досына айтады, сен маған рахмет айтпа дейді, ешқандай ештеңе төлемейді ақысына, сен оның орнына ешкімге айтпайтындай екі жақсылық жаса дейді. Және сол кісіге де солай айт дейді. Осы үрдіс жалғасып, ең соңында әлемге таралады. Яғни «Заплати другому». Соңында бұл бала бір жаман айықпас ауруға шалдығып, ең соңында бір төсекте тартып жатқан кезде сыртқа шықса, ата-анасы, кино осылай аяқталады әдемі сюжетпен. Ата-анасы сыртқа шықса, бүкіл әлем гүлін алып, ойыншығын алып келіп тұр ғой. Яғни осы жерден басталды дейді. Біздің әдемі жақсылық жасауымыз, бір-бірімізге көмек беруіміз осы жерден басталды деп киноның соңы ой тастайды, ол кино. Сосын мен ойлаймын, мен не істеп жатырмын деген. Енді әрбір адам тұлға өзіне сұрақ қояды, мен не істеп жатырмын? Кішкентай 5-ші класының оқушысы осылай жасаған кезде мен не істедім деген сияқты. Кімге жақсылық жасадым, кімге қайырымдылық жасадым деген сияқты. Енді қайырымдылық, жақсылық жасау тек қана ол кинодан, шетелдік, болмаса бір көркем әдебиеттен берілген тұлға емес. Бұны деген біздің ата-бабамыз әу бастан айтқан, біздің қанымызда бар, генімізде бар да, оның барлығы. Яғни Абай атаның несінде толып тұр ғой, ұлттық ненің барлығында жақсылық жасау. Демек, бірақ жақсылық жасағаннан кейін қайтарымын күтпе деген. Риясыз жаса. Ұмытып кет дейді ғой. Ең кішісі, мен қарапайым ғана білім алушылар мынадай мысал келтіремін. Сіз досыңызға ренжіп қалдыңыз, жақсы көретін досыңызға ренжіп қалдыңыз. Не істеу керек? Инені өзіңе тық, ауырмаса досыңа тық дейді ғой мысалы. Яғни сіз досыңызды тез алады ақтап алу үшін 7 түрлі жақсы әдетін тез арада есіңізге түсір деймін. Ол ғой кеше маған телефон соғып ауырып қалғанда іздеді. Ол ғой алдында менің ақшам болмағанда пирожкиге ақша қосты да одан кейін мүлдем сұраған жоқ. Жетеуін іздегенше бағанағы
ренжіп қалған реніштің бір тұтам несі болмай қалады ғой, жетеуге де жетпей қаламыз ғой, бірақ біз оны ақтап алу үшін өмірлік нелер ғой қазіргі. Өте күшті лайфхак екен, иә. Жайлап қана айтып отырған нәрсем ғой, білім саласында бала бізді тәрбиелейді, біз баланы тәрбиелейміз деген сияқты ғой, бір-бірімізді тәрбиелеу, өмірді тәрбиелейді деген сияқты. Өте күшті. Мына техниканы көрермендеріміз қолданса күшті. Біреуге ренжірдің алдында қолыңа игнені тығып қара. Егер өзіңе ауырмаса, өзгеге тығасың, яғни өзіңдікі ауырса, демек ренжімеу. Яғни сен ешкімге ренжімеген кезде, ашуланбаған кезде, біріншіден өзіңнің денің сау болады, эмоциялық тұрғыдан сау боласың, және сенің денсаулығың жақсы болады. Осы ғой, енді жаңа сіз негізінен автоволонтер болып бастадыңыз. Сонда ең бірінші сіз өзіңіздің көлігіңізбен жүріп зат тасыдыңыз, солай ма? Ол қызық болды. Ең бірінші көлік алғаннан кейін, көлік мұқтаждықтан келеді ғой, отбасына негізі. Әсіресе әйел адамға, енді ер адамда көлік болу керек шығар. Біздер қаланың сыртында тұрғандықтан жолдасым көлікті балаларды сабаққа тасуға, қосымша секциялар, үйірмелерге апаруға, бассейн тағы басқа дегендерге. Енді тек қана балаңыз бармайды, қасына көршінің баласын апарасыз, бірге жүріңіз деген сияқты. Сөйтіп жүрген кезде енді оларды күтуге тура келеді. 2 сағаттан кейін шығады, мысалы қосымшадан 3 сағаттан, сізде қаншама ұзақ уақыт жатыр. Сөйтіп жүрген кезде апта спецтехниканың адамдары бір күнкерім қатты салқын мезгіл. Сол жерде байқап қалдым, міне термоспен шай беріп жатыр, пирожки беріп жатыр екен. Мен мына керемет дүние екен деп, ұялмай қасына барып сұрадым. Бізге көлік керек еді деді. Бізде барлық дүнияның бәрі бар. Мен білем дедім, бірақ асықпай жүремін дедім. Өйткені жаңа үйреніп жатырмын дедім де. Сөйтіп автоволонтер болып кеттім. Өйткені мен тек машинада отырамын. Толтыр пирожки, суларын, нелерін салып қояды. Сол жылдары қаламызда қар деген өте қалың түсті. Түнгі 12-1-ге дейін техника орталық көшелерде, қаланың басқа көшелерінде түнде жұмыс жасады. Сонда маған сондай бір андай дым шаршау сезімі болған жоқ. Бірінші рет болғасын ба, өз еркіммен қатысқасын ба, түнгі 12-1 үйге келгенше 2 болады ғой, таңертең 8-де қайтадан жұмысқа кетуім керексе. Бірақ ешқандай шаршау сезімі деген болған жоқ. Мен халыққа кішкене болса да көмегім тигеніне, енді мен пісіріп жатқан жоқ, мысалы тамақтарды. Мен тек апарып жеткізуші ғана рөліндемін. Сөйтіп бір жағынан қаланың кейбір көшелерін білдім, жол белгілерін білдім, бірақ өзіме де пайдасы тиді, көрдіңіз бе? Оларға да кәдімгі адамдардың түнімен қар ашу кезінде қанша қиыншылыққа тап болғаны, қандай нелердің жетіспей жатқаны, өзімізде күрек алып кейде нелерді қарды күреп жатқан кездер, сол жерден бастап уже менде сол кезден бастап менде қызығушылық кәдімгідей оянды. Содан осылай өзінен өзі күміс волонтер не ашылып жатыр екен, оған кәдімгі шын ниетіммен қосылдым. Жігерлендіңіз ғой, бір шаруаны жасап. Және мынау заңды түрде ашылған. Қазір бізде волонтерлық нелер көп ау деймін қалада, енді мүмкін қате айтып кетуім де мүмкін, ақпаратты енді айып етпеңіздер. Бірақ қазір кез келген адам мен 4-5 адамды қосып алады да, мен мысалы орталық ашып жатырмын деуім мүмкін ғой, бірақ мен заңды түрде, кәдімгі заңдылығы бар, заңды түрде тіркелген деп айтады ғой, заңды түрде тіркелген Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының жанынан, гражданский орталықтың жанынан құрылған волонтер мүшесіміз. Студияға келіп, сұхбатпен бөліскеніңізге көп рахмет. Жұмысыңызға, ісіңізге, қоғамға қызмет етемін деген ниетіңізге қарай әрбір ойлаған жоспарларыңыз, жұмыстарыңыз, мақсаттарыңыз орындалсын. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, жақсылықты жарқыратып подкастының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Бүгінгі сыр сұхбаттан түйген ойларыңыз, қандай бір инсайт алған болсаңыз, міндетті түрде комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Эфирде амандықпен жүздесейік.